Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен алма қосылған пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Үйдегі бар заттармен жасалатын керемет пирог. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Өте оңай жасалады. Үйде жасап көріңіздер. Бұл пирогты жасау үшін бізге ең алдымен 4 алма керек. Алманың сыртын ашып, осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Алма қарайып кетпес үшін үстіне лимон соғын сығып жіберсеңіздер болады. Ал енді 3 жұмыртқамызға 160 грамм құмшекерімізді салып, жұмыртқамыз көтерілгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Енді үстіне 110 грамм сұйық майымызды құямыз. Жүз 60 грамм сметанамызды саламыз. 300 грамм ұнымызбен 1 столовый ложка разрыхителімізді саламыз. 1 столовый ложка разрыхитель 8 грамм болып есептелінеді. Оның бәрін бірден салмаймыз, осылай 2 бөлікке бөліп саламыз. Дайын болған тестамызға туралған алмамызды салып, жақсылап араластырамыз.
Менің формочкамның размері 22-24 дециметр. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 40-45 минут пісіріп аламыз. Ал егер де сіздің формаңыздың диаметрі 18-20 дециметрлі болса, описанияға соған жеткілікті ингредиенттердің рецептін жаза кетемін. Өте жеңіл, өте оңай жасалатын пирог. Үйде жасап көріңіздер, дәмі керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.